Саламатсыздар ма? Қайырлы күн. Қалайсыздар? Енді бүгінгі санымызда тағы бір өзекті мәселені айтамыз. Ол қазақтың қызы қайда шешінеді? Қайда шешіну керек? Қазақ түгіл, жалпы адамзаттағы әйел заты, да? Ол қайда шешіну керек? Қазір қазақтың қыздары қайда шешініп жүр? Кім шешіндіріп жүр оларды? Меніңше олар өздері шешініп жүр. Ешкім шешіндіріп жүрген жоқ оларды. Енді мынау жаз келді, көктем кетті, енді мынау күзде келе жатыр да. Осы қоғам болғаннан кейін адамзат бір-бірімен араласады. Көшеге шықсаң да, автобуста отырсаң да, жаңағы асханаға барсаң да, қайда бар, жұмысқа барсаң да, біз күнделікті өмір тұрмысы адамдардың ер мен әйелдің қарым-қатынасы бір-бірінен ажырамайды. Бірақ осы кезде мынау киім мәдениеті деген бар. Киім мәдениеті деген нәрсе, жалпы біз киімді не үшін киеміз? Осы сұраққа жауап бере кетіңіздер. Неге киеміз оны? Қазір мынау омырауының үшін ғана, сонан кейін жаңағы анау екі елісінің аузын ғана жауып қойып шауып жүрген көшеде қыздар бар. Тіпті олар көбеюде. Бәрі емес, бірақ күн санап көбейіп келе жатыр. Солай да. Қайда барсаң жаңағы жап-жалаңаш. Негізі әйелдің ұяты деген нәрсе болады. Ұяты. Ұят, иман жүректе болады. Сонымен бірге оны тәнге де берген, денеге, былай айтқан кезде. Еркек болсын, әйел болсын, әурет деген жер болады. Әурет деген жалпы ол кім көрінген көре беретін жер емес ол. Қорғанатын жер, қорғайтын жер, асырайтын жер ол. Бірақ осыны асырап жүргендер аз. Әсіресе әйелдер қауымында, қыздар қауымында, да? Омырау деген сөз. Омырау деген жалпы ол қайнар көз, тіршілік, нәрі, негізі омырау деген да, ол солай. Оны Алла тағала солай жаратқан, омыраудан басталады. Ұрпақтардың тіршілігі, өмірі, ол сондай киелі. Ол жерде нәр жатыр. Ол жерде болашақ ананың жаңағы ұрпаққа беретін ақ сүті жатыр. Анау сүт бездері сөйтіп, олар жаңағы анау бала кезінен жаңағы бой жетіп, ер жетіп, толысқанына дейін, ана болуға дейінгі уақытының аралығында жаңағы омырау бездері күн сайын жетіліп, дамып отырады. Ол омырауды сен өзің жасап алған жоқсың оны. Жаңағы сәл кішірек қып, болмаса жаңағы анау томардай қып деген сияқты да. Ол генетикаға да байланысты. Бірінші ол тұқым қуалауға байланысты. Екінші, адамдар өздерінің күнделікті тұрмыста асырауына, қарауына байланысты деген сияқты жағдайлар, денсаулығына байланысты. Бірақ оны әуелде Құдай тағала сол ұрпақты жаңағы ақ сүтімен нәрлендіру үшін, соны өсіру үшін, соны ержеткізу үшін сенің кеудеңе беріп қойды. Аманат ретінде да. Оны жаңағы көреді, сенің нәресте сәбиің омырауыңды емген кезде ғана көреді. Болды. Онан басқа уақытта оны ешкім көрмейді. Сосын жаңағы сүйген жарың, күйеуің ғана көреді оны. Сондықтан жалпы біз кеудеден төмен, тізеден жоғары жақты жоқ дегенде жабуымыз керек. Сіздер жаппай жатсыздар көптеріңіз. Жапқанның орнына ашатындар көбейіп кетті қазір. Шашатындар көбейіп кетті. Ол жаңағы сенің омырауың сондай киелі жер ол. Сен қолдан жасап алған жоқсың оны. Оны киелі етіп жаратып қойды. Ертең оның сұрауы бар. Кім көрінгеннің көзін жаңағы алартып, соған тастатып, жаңағы сұқтатып, кім көрінгеннің делебесін қоздырсын деген жоқ. Сосын кіндік деген бар, бел деген бар. Одан төмен не дейміз? Жаман айтсақ, жүндік деген бар дейміз ба? Ол да киелі жер. Оны да жаңағы көбісі ашып, шашып, шауып жүр қазір.
жалаң пұт, екі жағы жарқылдап жүгіріп баратыр көшеде. Мынау әйелдерде ішкі секреция деген ғана болады. Ішкі жақта ғана жүріледі. Әйелдердің жалпы әйелдік жаңағы мына гормондық зат алмасулар. Ер адамдарда сыртқы секреция деген болады. Ол сыртқа да қарай шығады. Түсінікті ғой да менің сөзім. Енді осындай жалаңаш әйелдерді көрген сайын ер адамдарда жаңағы мына сексуальный нарушение болады, гормональный нарушение болады. Өйткені ол оны көреді. Ол ер адамның табиғаты екі түрлі жағы болады еркектің. Хайуандық жағы және патшалық жағы. Осының қай жағы дамуы керек, қай жағын дамытуына кімдер себепші? Әйелдер қауымы себепші. Егер жаңағы осы қыздар, әйелдер қанша көп жалаңаштанса, еркектердің жаңағы хайуани жағы, нәпсі жағы, сексуалдыққа жаңағы ұрыну жағы, нервтары, олардың милары басымен соған кетіп қалады, ол бұзылады. Сосын жаңағы сыртқы секреция жүрілмегеннен кейін, яғни ер адамның бойынан сол моментте жаңағы әйел затынан ләззат алып, гормон сыртқа бөлініп шықпағаннан кейін, ол ер адамдардың денсаулығына ауыр зиян келтіреді. Белсіздікке әкеліп соқтырады ол жаңағы. Көрдің ба? Баяғыдан ауылда мал баққан кезде, мынау уақытын жаңағы туралап, сол үшін күйек деген нәрсе тағып қояды жаңағы қошқарға. Білесіздер ме? Сосын анау әбден қыркүйектен былай қарай, октябрьге қарай жаңа қошқарды қосу үшін кейде жаңа қойдың ішінде жүрген қошқарға күйек деген нәрсе тағады. Қыркүйек деген содан да келген сөз ол. Сосын ана күйекке көп соғылғаннан кейін кейбір қошқарлар қойға шаппайтын болып қалады, арғай күйегін алса да. Оны қазақ күйек соқты деп айтады. Күйек оны соғып тастаған, арғарай ол жаңағы анаған ұрылып күйекке ол қорғанып қалғанда, енді ол күйекті алып тастаса да қойға шаппайтын жағдайға жетіп қалады. Көрдіңіз ба? Моральный соққа келеді. Сол секілді еркектердің, жігіттер қазір мына жалаңаш қыздарға қарап, сондай жағдайға ұрылады. Ол табиғи, психологиялық. Ол кәдімгі гормондық, жаңағы физиологиялық, ол заңдылық ол. Оны ешкім айтпайды қазір. Мен айтпасам, ешкім айтпайды бұл жерде. Сіздер оны тыңдаңыздар. Сонан кейін әйелдерде не болады? Әйелдердің жаңағы ойлайсың жаңағы беліңді қылдырықтай ашық қойсаң, шабыңды сәл жоғарырақ көрсетіп қойсаң, омырауының жартысын жалаңаштап қойсаң, мен әдемі болдым, мода киім кидім, жаңағы мен сұмдықпын, жұрттың бәрі маған қарады, еркек біткеннің бәрі артымнан аңырап тұр, маңырап тұр деп ойлайсың да. Бірақ көз энергиясы деген болады. Көз. Білесіз ба? Көз деген қазір ғылымда да ол дәлелденіп жатқан нәрсе. Ол біздің дінде де айтылады. Осы сұқталған көздердің энергиясының салдарынан сіздің омырауыңызда, жаңағы мына беліңізде, бүйрегіңізде, жатырыңызда, жаңағы анау қынабыңызда әртүрлі ерекше ауыр онкологиялық аурулар пайда болады. Жүре келе. Көрдіңіз ба? Ол сондай нәрсе. Қазір қаптап кеткен омырау рагы, жатырдың рагы, итбай, шортбай дегеннің бәрі қайдан келіп жатыр? Ауруды өзің жинап алып жатсың да. Өзің жаңағы ең киелі жеріңді, қасиетті жерлеріңді ашып тастап жаңағы. Сосын жүрсің да жаңағы өз-өзіңді арзандатып. Ки, әдемі ки, жарасымды ки. Бірақ жалаңаш жүргеннен не пайда? Сенің денсаулығыңа не пайда? Кәсібіңе не пайда? Ғылымыңа не пайда? Айтшы. Не пайда келеді одан? Денсаулығыңа қандай пайдасы бар оның? Жақсы мода болсын ал. Не пайдасы бар? Қандай ләззат аласың? Екі өміріңе, мына өміріңе, ана өміріңе беретін пайдасы бар ма? Сонша жаңағы жалаңаштанғанда. Егер пайдасы болса айт, мынандай пайдасы бар маған деп. Немесе осыны жалаңаш жүргенде мынандай пайда таптық деп айтыңдаршы. Айта алмайсыңдар. Сондықтан кейін, әдемі жүр, таза жүр, бірақ анау жерлеріңді жаба жүр. Жап оны. Өйткені ол жерден ертең ұрпақ өсіп шығады. Қазақ оны жатыр деп атқан. Жатыр деген нәрсе, атауын көрдіңіз ба? Ол жерде болашақ жатыр, ол жерде ұрпақ жатыр, ол жерде ертең ғалым жатыр.
Білесің ба осыны? Ол жерде ұлағатты ұл жатыр, инабатты қыз жатыр. Ертең сен тұрмыс құрғаннан кейін сол жерде сондай ұрпақ өседі. Сол үшін ол қасиетті саналады. Ал сен қасиетіңді, киеңді, жаратқан Құдай деген иеңді ұмытып жүрсің да қазір. Сол үшін оны жабуға аманаттаған. Жеке ол мұсылмандықта ғана емес, баяғыда барлық діндерде солай болған. Кез келген әйелдер жабық болған. Ол христиан бола ма, ол буддист бола ма, ол мұсылман бола ма, жалпы әйелдер өздерінің діндерінің ережелеріне қарай өздерін жабық ұстаған. Жалаңаш шауып жүрген қыз қатын деген болмаған адамзат тарихында. Бізді жалаңаштағанда мына женси деген шалбар, жаңағы анау женсопка деген шапан келді ғой міне, да? Адамдардың фигурасын жаңағы аттай қылып шығарып тұратын. Оны бәрімізде мен де киіп жүрмін, иә. Осы нәрсе, осы киімнің моделі бізді жалаңаштауға алып келді. Көрдіңіз ба? Бұл кәдімгідей әкелді. Енді содан құтыла алмай жатырмыз қазір. Енді қазір анау бұрын ол женси бүтін болатын. Енді қазір екі тізең жыртық, екі құйрығың жыртық, екі шабың жыртық. Оны неге киесің? Үйтіп жаныңды қинағанша жалаңаш жүріп кетсейші. Ештеңе кимей-ақ қой, ақыры мода керек екен ғой. Жап жалаңаш жүгіріп кет. Қалай ойлайсың? Зато елдің бәрі анық көреді. Мода ғой ол да. Ақыры болғаннан кейін оны кигің келмей, ыстығың тасып, жаңағы нервің ойнап, ол далдул бірдеңені жаңағы анау 70 тесік 90 жамауы бар киімді бәленбай қымбатқа мода деп сатып алып, оны кигенше жалаңаш жүре салыңдар. Жалаңаш жүргісі келіп жүргендер. Бәрі емес, бірақ көп қыздар соған кетіп баратыр. Түсінікті ғой. TikTokқа кірсең де, Instagramға кірсең де, Facebookқа шықсаң да, WhatsAppта жүрсең де, қоғамда жүрсең де, біреу бір жерін ашып атқан, біреу ән жерін ашып атқан, біреу төсін көрсетіп жатқан, біреу бөксесін бұлғап атқан, біреуі алдын толғап атқан. Бұл не деген масқара? Осы да өркениет па? Осы да мәдениет па? Осы да адамның жасайтын тірлігі ма? Адам жасай ма осыны? Жаңа айттым ғой, омырау деген нәрсенің киесін, жатыр деген сөздің киесін. Оны матка дейді орысша. Оның өзінде мағынасы бар. Қытай тілінде оны зыгун дейді. Сарай деген сөз ол. Құдайдың сенің мына жеріңе салып қойған сарайы. Түсінікті ма? Вот. Сондықтан ойланыңыздар ағайын. Қыздар, әйелдер қауымы, мына соның ішінде жалаңаштануға жан таласып жүргендер, жалаңаш шауып жүргендер, ойланыңдар жан-жақтарыңды, өз денсаулықтарыңды да, өзгенің де денсаулығын құртпаңдар. Мына қоғам онсыз да азып баратыр. Әдемі ки, әдемі жүр, әдемі тұр, ешкім ештеңе айтпайды. Бірақ адам тәнін жалаңаштап, қымбатын жалаңаштап, арын аршып көрсетіп, жұрттан озбайды. Бәрі қалады ертең, бәрі. Анау Елизавета II патшайым Англияның, сол кісі де өмірден өтті. 70 жыл жаңағы патшайым болып отырған әкесінің орнына. Англияны білесіңдер, әлемдегі ең ірі империялардың біреуі. Ол монархиялық патшалық мемлекет. Сондай атағы бар адам өмірден өтті. Мен ол кісі ондай бір жаңа жасаған жоқ. Мен салыстырмалы түрде айтып отырмын. Сондай атақты адамдардан да, солардан да сұлулық қалды, солардан да жастық қалды, солардан да жаңағы ажар тайды. Осыны біліңіздер, ойлама. Мәңгі жаңағы менің жаңағы бөксем бұлтиып, жаңағы омырауым томпиып, жаңағы анау бүкіл өне бойым тырсиып жаңағы тұлыптай болып жаңағы тұрады екенмін деп ойлама. Үлбіреп тұрады екенмін деме. Ойлама, тек қана сылаңдап, бұлаңдап, өмірде жаңағы бүкіл еркекті қайырып алады екенмін деме. Уақыт дегенін жасайды. Ертең сен де қартаясың. Сенің де омырауың солады. Білесің ба? Сенің де жаңағы бөксең қайтады. Сенің де фигураң бұзылады. Сенің де жаңағы ашып жүрген шабың ода тозады ертең. Ертең басқалар ержетіп шығады. Сен қаласың модадан. Қазір мода болып тұрғаныңмен. Мынаны дамыту керек, мына жерді дамыту керек. Оның есебіне күніне бір
1 сағат кітап оқы, жан дүниеңді байытуға. Ертең жоқ дегенде байыңды зеріктірмеу үшін, бала шағаңды дұрыс тәрбиелеу үшін кітап керек, білім керек. Сенің сылаңдағаның, бұраңдағаның, арыңды ашқаның, қадіріңді жаңа қашырып, ұлттың абыройын шашқаның ешкімге керек емес. Онымен біз ел болмаймыз. Онымен ел болмаймыз. Ең ұлы университет ол ана. Ең ұлы ұстаз ол әке. Мен осы туралы келесі сағатта тағы сөйлейтін боламын. Сөзімді ары қарай ашып, мынау халыққа жеткізу үшін. Ал қазір сендер қоғамды жаңағы ластап жатыр мынау адамдар. Адам өзін өзі тыю керек, ойлану керек бір сәт. Мен кіммін? Не қылып келдім өмірге? Не істеуім керек? Неге кетемін өмірге деген нәрсені. Не алып келдім өмірге? Ертең анау өмірге не алып барамын? Абай айтады ғой, менімен менікінің айырылғанын өлді деп ат қойыпты өңкей білмес дейді. Ойлама жаңағы, болды ертең өлдім, бәрі қалады, бүгін тайранда болайын, сайранда болайын деп. Абай өлгем жоқ деп жатыр. Хаким Абай. Хаким деген нәрсені білесіздер ме? Атақты. Вот. Демек, бізде әлі болашақта тағы өмір бар. Адамдардың өмірі бұлай бөлінеді. Анау әкенің беліндегі, ананың көңіліндегі өмір деген болады. Жаңағы қыз бен жігіт үйленбей тұрған кезде әкенің белінде жаңағы мына спермасы, аталық ұрығы белінде жүреді оның. Түсінікті ма? Ал ана болмаған қыздың көңілінде жаңағы ертең өміріне әкелетін ұрпағы соның көңілінде жүреді. Мен қандай ана болады екен? Менің қандай ұрпағым болады екен? Қандай еркек маған жігіт жар болады екен деген нәрсе оның ойында жүреді. Міне, көрдіңіз ба? Сосын барып ары қарай не? Ананың жатырындағы өмір. Ананың жатырындағы өмір басталады. Көрдіңіз ба? Онан кейін барып жер бетіндегі өмір басталады. Қазіргі өмір сізбен біз сүріп атқан. Онан кейін барып анау қабірдің астындағы өмір басталады. Сосын арғай қиямет басталады. Сосын соттың алдында ертең есеп береміз. Сондықтан жаңағы өйтіп қарсы келмеңдер. Әрбір адам сияқты өмір сүруге талпынайық. Айтып атырым ғой. Жақсы ки, жақсы тұр, жақсы жаса, бай бол керек болса. Қолыңнан келіп атса да, бірақ адамдық ар деген нәрсені сақтау керек. Ар жаңағы айтып отырмын ғой, жүрекке де берілген. Сосын адамның мына сыртқы денесіне де берілген нәрсе ол. Вот. Осы нәрсені сіздер біліңіздер, әрқайсыларыңыз. Түсініңіздер. Ойлама тек қана ол дінмен шатасып жатыр екен деп. Оның дінсізде былай қарап тұрсаң да, ол ғылымда не пайдасы бар? Ғылымда жалаңаш жүруді кім дәріптеп жатыр? Ертең одан суық өтеді, ыстық өтеді, жаңағы елдің көзі өтеді. Сен ертең ана болатын адамсың. Жатырың уланып жатыр. Ауруды жиып жатыр. Ертең қалай өмірге бала әкелесің? Қалай сен ол аманатқа қиянат жасайсың сен сонда? Міне, әңгіме қайда жатыр? Сонда ол маған керек па? Сенің денсаулығың? Маған бәрібір, айтып отырмын ғой, жүгір, жалаңаш шығып кет көшеге, керек болса. Жаңағы жалаңаш жүргіштер бәрі емес. Мына омырауын ашып ап, жаңағы шабын тесіп ап, тізесін жарқыратып, үстіне албастының киімін анау соншама қымбат ақшаға сатып алып киіп жүрген ақымақтарға айтып жатырмын. Олар ақымақ. Ақымақ болмаса адам өзінің адам екенін біледі. Киім не үшін керек үстіңдегі? Айтшы. Киім адамның жаңағы денесін қорғайды, жылу береді, суықтан қорғайды, ыстықтан қорғайды, керек болса. Сыртқы көзден қорғайды ол. Кез келген жаман нәрсенің бәрінен қорғау үшін киеміз киімді. Ұятыңды қорғайды ол денеңдегі. Оны жаңағы дұрыс кимесең, оның негізгі жерлерін алып тастасаң, онда, пожалуйста, жалаңаш көшеге шығып кет. Сол дұрыс-ау. Жалаңаш жүргісі келіп жүрген қыздарға айтып жатырмын. Сондай келіншектерге айтып жатырмын. Ойланыңдар бір сәт, 1 минут уақытыңды шығар, ойлан. Неге мен жалаңаш жүрмін деген нәрсе? Денсаулығыма, кәсібіме, біліміме, экономикама, өміріме, ақыретіме қандай қайыры бар бұның?
қоғамға, еркектерге осы сұрақтарға жауап бер, болды. Егер бір пайда тапсаң, айт, мынандай пайдасы бар екен, міне, мен таптым деп. Егер пайдасы жоқ екенін білдің ба, онда жабығырақ киін, жауып киін, жабатын жеріңді. Мен саған басыңнан былай қарай мөшек киіп ал деп атқам жоқ, жаңа. Қап-қарағып бірдеңе киіп ал деп атқам жоқ мен. Адам сияқты болу керек. Адами этикадан, эстетикадан аттамау керек. Этика, эстетикадан аттау деген сөз ол ардан аттау деген сөз. Өз қадірің кетеді, өз құның кетеді. Ешкімнің ештеңесі кетпейді оған. Вот, жаңа айтып отқандай, жастығыңда бәрі де ертең қалады. Шыңғыс ханнан да қалған ол атақты. Небір патшалардан, хандардан, сұлтандардан қалған. Күште қалады ертең. Бәрі қалады. Сонда адамға жолдас болатын нәрсе, оның өмірінде көрген, білгені, көкейге тоқығаны, оқығаны, білімі, иманы сені жаңағы ертең адам қылып, елдің ортасында қадірлі қылып, ардақты ана қылып, абыз ақсақал қылатын, сол сенің ілім, білімің жиған. Мына көзіңмен көріп оқып, мына жеріңе тоқып, мына көкейге түйген, осы рухани байлығың ғана жолдас болады. Екі дүниеде де солай. Ал қалғаныңның бәрі, жаңа күшің де, ақшаң да, фигураң да, омырауың да ашып қойып жүрген. Жаңағы төсің де, бөксең де, басқаң да, оның бәрі ештеңе шешпейді. Осыны сіздер біліңіздер. Осы үшін мен сіздерге ақиқатты жеткізу үшін, шындықты айту үшін мына жерде сөйлеп отырмын. Әрі қарай әркімнің санасына байланысты. Бала берсең сана бер, сана бермесең ала бер деген қазақта сөз бар. Ұл да бала, қыз да бала. Сол сияқты әңгіме. Сондықтан балалық, шалалық қылып жүргендер ойланып істеңдер. Жақсы ма? Давайте.